бүгінгі негізгі жиналып отырғандағы мақсатымыз осы оқы-жең деген байқауды сіздерге насихаттау. Бұл байқау біз жаңа айтып кеттім, облыстық кітапхана бастамасымен қолданылған болатын. Қазірге дейін жалғасын табуда 3 этаптан тұрады. Бірінші сізге жаңа кітапты, бір әдеби кітаптар беріледі, мысалы Мұхтар Мағауиннің Шахан шері деген кітап таңдап алынған болатын. Бұндана біле шығарсың. Одан кейін мына жерде міне Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы деген сияқты кітаптар. Орыс тілінде, 2 тілде бұл байқау жүреді. Кітапты таңдап аласыздар, ол кітапты жақсылап оқисыздар, мазмұнын білуге тиіссіздер. Содан кейін өзінің белгілі уақытында жаңағыдан эссе жазасыздар. Тестирование болады, тест өтеді онлайн түрінде. Сол тестқа қатысасыздар, одан кім көп балл жинайды, ол әрі қарай жылжиды. Көп балл жинағанда жаңағы сіздер сол кітаптың ішінен келеді. Басқа сұрақтар сол кітаптың ішінен мұқият оқыған болсаңыздар, ештеңе тудырмайды деп ойлаймын. Есте қалып қоятындай ұмытылған нәрселер болса, оны блокнот қағаздарыңызға жазып сақтап отыруларыңыз болады. Кейін сөздер кездесіп болады, олардың бәрін жаңағы сақтап отыруларыңыз болады. Осылай міне қатысасыздар, одан өткендері жаңағы эссеге. Эссе жазасыздар, ол соңына қарай. Жалпы бұған бұл 3 түрлі санаттағы адамдар қосылады. 10 жастан жаңағы 14 жасқа дейін, 15 жастан 18 жасқа дейін, 19 жастан әрі қарай. Сіздер мысалы 18 жастан әрі қарай, 15 18-ге дейін ба? Сондай әдебиет таңдалған әдебиеттен таңдап аласыздар. Әр жасқа әртүрлі әдебиеттер таңдалады. Содан таңдап алып, соған қатысасыздар. Сосын жаңа қазылар алқасы осы жаңағыдан тестпен өткізеді, эссе жазасыздар. Соңынан жаңағы ең соңғысы қорытындылау. Бұған қорытындылау несіне келгенде жаңағылардың барлығы орындар 3 орын деп айтып кеттік қой, осыған жаңағы таңдалып көп балл жинағандар қатысады. Бірінші орын алғанда 150 мың теңге сыйлық, оған 6 адамға беріледі. Екінші орынға 100 мың сыйлық, ол 18 адамға беріледі. Жаңа үшінші орында 50 мың сыйлық, ол 12 адам деді, 18 адамға 50 мыңдық сыйлық беріледі. 12 адам 100 мыңға. Бірінші орын 150 мың теңге, ол 6 адамға беріледі. Сондықтан да бұл жерде бір адаммен ғана шектеліп қойын, бірінші орын 1 адам, екінші орын 2 адам деген жоқ. Бақтарыңызды сынауға мүмкіндіктеріңіз мол, қатысуға болады. Өйткені сіздер қазір жассыздар, алғансыздар, ойлау қабілеттеріңізде, есте сақтау қабілеттеріңізде жақсы сақтауға, сондықтан кітап оқуға өздерің бақтарыңызды сынауға үлкен мүмкіндік. Бүгінгі жалпы іс-шарамызға қонағымыз да бар. Арнайы осы жобаның, осы байқаудың қатысушысы Гүлдана Қайыржан, осы қаламыздағы Өмірзақ Сұлтанбаеваның педагогикалық институтының филология факультетінің 2-ші курсында. Қатыстым. Бұл байқаудың жалпы мақсатын айта өтейік. Жалпы мақсатта осы кітап сүйгіштікке үйрету, жалпы құндылықтарды, рухани құндылықтарымызды дәріптеу болып саналады. Негізінен білеміз ғой, қазіргі таңда енді дамыған жаңа заман деп жатырмыз. Көбінесе қазір жасөспірімдер кітап оқымайды шыны керек. Ол нақты шындық. Енді осы мақсатта мен өте қуаныштымын, именно біздің осы Қостанай қаласында, Қостанай облысында осындай байқау ұйымдастырып жатқанына. Себебі енді білесіздер, көбісі қазір кітап оқымайды, кітапханаға көбісі бармайды. Және де бұның негізгі ерекшеліктері мен айта өтейін, бұған дейін де көптеген жаңа жарыстар қатысып деп жатырмын ғой. Дәл осы сынды көптеген нелер болды. Мен интернет желісінен сайыстарға қатыстым. Мысалға тұлға бол, кітап жарыс деген секілді осы сынды. Тура осында, бірақ ол жерде ол кітаптарды жарнама төлеп алатынбыз. Кәдімгі бірінші ақша төлейміз, сосын барып ол кітапты бізге беретінбіз, сосын оқып барып тапсырамыз. Ал бұл байқаудың ең бір ерекшелігі біріншіден тегін. Өздеріңіз қалаған уақыттарыңызды алып, жаңағы электронды түрде беріледі осы кітаптар. Осы сайтқа кіресіздер, сайттан аласыздар. Барлығы да түсіндірілді тұр, барлығы ішінде бәрі түсінікті. Кіресіздер, сайтқа тіркелесіздер, бірден сіздерді телеграм каналға жібереді. Телеграм каналға қосылғаннан кейін ақпараттарды өздері жіберіп отырады. Қай кезде осындай не өтеді, жаңағы тесттің өту кезеңі, одан кейінгі қандай ережелер бар, не істеу керек. Жалпы апай өтіп кетті,
айтып өтті, кітабы 3 күнге тұрады, 3 кітап оқисыздар. Одан кейін бұл жерде көп балл жинау деген емес, мәселен, мысалы аз балл жинап қалдым, келесі кезеңге деген нәрсені өте бересіздер. Бірақ ең бастысы сіздер 3 кітап оқуларыңыз керек. Өйткені соңында 4-ші кезең бар, 4-ші кезең, 5-ші кезең, ол кезде эссе жазу керек болады. Сол оқыған шығарма бойынша сіздер кезектай 3 шығарманы сол туралы жазасыздар. Сондықтан енді қалай осы солай емес, дұрыстап жауапкершілікпен оқыған дұрыс деп санаймын. Енді бірінші кезең осы бізде 10-шы қазанда болып, қателеспесем. Осы туралы қазір қызықты ақпараттар айта өтем. Одан кейінгі екінші кезеңде Қаралы көш деген Жәйшәденовның кітабы болды. Бұл кітап та өте қызықты, ол да тарихи роман. Бұл енді аты өзі айтып тұр, Қаралы көш деген жаңағы біздің ата-бабаларымыз жаңа аштық кезеңінде қалай болды, қытайлармен қалай бізде қарым-қатынас болды, сол туралы айтылады. Қазақ жерлерін қалай қытайлар қырғаны туралы айтылады. Бұл да тарихи роман, өте қызықты. Жалпы негізі бұл кітаптардың ең бір қызығы, бұл берілген кітаптар көбінесе оқу беретін кітаптар емес. Мысалы, Ақбілек, Ұлпан секілді оқып жүрміз ғой, ал бұл нелерде сіздерге жақсы басқаша ерекше кітаптар береді. Сол шығармаларды оқып отыра сіздер өздеріңіздің арасында. Енді қараңыздар, біріншіден сөз байлығы, өздеріңіздің ойларыңызды еркін жеткізе аласыздар, осылай пікірлеріңізді жеткізе аласыздар, үлкен орталарға шыға аласыздар, көптеген жарыстарға қатысуға болады. Одан кейінгі шаралар іске асады. Осы байқауда көп отырыста жаңағы кітап оқып отыра ақша береді ғой. Мысалы 50 мың деп жатырмыз, 100 мың, 120 мың деп оны бізде кім береді жай мысалға. Жай кітап оқып отыра сіздер бір жағынан өздеріңізге қаншама мағлұмат ақпарат аласыздар, өздеріңізді дамытасыздар, екінші жағынан осындай үлкен сомаларға ие боласыздар. Яғни бұл деген сіздер үшін үлкен мүмкіндік. Өскелең ұрпаққа айтар едім, осындай жарыстарға көп деп қатысыңыздар, себебі мен өзім негізі мен сіздерге қызықты факт айтайын, мен орыс мектебінде оқығам, 11 жыл орыс мектебінде оқыдым. Яғни бізде кірен орысша шығармалар оқылды, осы бағдарлама бойынша, оқу бағдарламасы бойынша. Ал менің жүргенімде бәрібір де сол әдебиетке деген махаббаты басылмады. Яғни мен қазақ әдебиетіне деген махаббатын өзімнің ары қарай дамытуда қаншама жарыстарға қатыстым, оқыдым. Ол деген біздің қазақ әдебиетінің соншама биіктігі. Қаншама мен 11 жыл мысалы орыс мектебінде оқып тұрам, мен бәрібір қазақ тілін түстім, қазақ әдебиетін таңдадым. Бұл деген біздің қазақ әдебиетінің, қазақ тілінің өркендеуі, өсуі, яғни оның жоғары сатыда болуы. Сондықтан сіздер енді қазақ мектебін бітірген шығарсыздар бағыттарыңызда. Ойлаймын, осы алдағы уақыттарда осындай көптеген шараларға қатыса отырып, өздеріңізді ғана емес, елімізді дамытуға үлкен үлес қосыңыздар. Себебі болашақ біздің қолымызда. Ертеңгі болашақтың мысалға біздің қазақ еліміздің дамуына, өркендеуіне осы біздің себепкер болуымыз ол анық қой. Сондықтан да мен айтар едім, дамытуға мейлінше қазақша сөйлеуге, акцентсіз сөйлеуге де солай үйреніңіздер. Осы кітаптар негізінен айтып жатыр ғой, 2 тілде оқып жүреді. Егер де мысалы қазақ тілін білмеймін дейтін адамдар болса, орысша оқуға болады. Орысша кітаптар енді басқаша болады. Бұлар негізінен орыс классикасынан алынады, орыс әдебиетінен. Бірақ негізінен біздің қазақ әдебиетіне жеткізіледі деп айтар едім. Бұдан тыста қаншама жарыстар болды негізінен мысалға. Бірақ оның барлығын айтып өтпей қояйын әрине. Себебі бұл жарыс енді өзінше бір өз алдына ерекше жарыс. Сондықтан мен сіздерге айтайын, осы жарыстарға қатысыңыздар, кезеңдерден өтіңіздер. Өте керемет жарыс, жүлделерге ие болыңыздар деп айтқым келеді. Жаңа бірінші дәрежелі дипломға 120 мың теңге төлеп жатыр. Мысалға бұл жерде адам баласы өз кітап оқу арқылы өзінің өрісін, өзінің ата-санасын ойын кеңейте отырып, және де ұтыстарға ие болады. Яғни былай да сен минус жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек қана пайда. Пайда, өзіңнің ақыл өрісіңді, жаңағыдай ойыңды дамытасың, кітап оқу арқылы, сөздік қорыңды дамытасың, ақыл ойыңның өрісің дами бастайды. Және де саған ақшалай тұста жаңағыдай көптеген жерлерге лагерьлерге саяхат деп жатыр, мысалы демалыс орындарына саяхат деп жатыр. Солардың барлығы өзімізге жаңағыдай пайдасы. Әрине осындай мүмкіндіктерді неге пайдаланып қалмасқа? Тегін. Бәрі де тегін, бұған ешқандай ақша да ештеңе де сұралмайды. Тек қана уақытын кітап оқуға кететін. Алдың уақыттарыңды бәрібір интернетке де салып отырсыздар, одан да пайдалы нәрсеге жұмсаған дұрыс деп ойлаймын.